Ертеде таңғышық әлі күн сәулесіне үлгермей дірілдеп тұрған бір ауыл бар еді. Бұл ауылда балалар көп болатын, бірақ олардың кейбірі басқаша күлетін, басқаша қарайтын, басқаша үнсіз қалатын. Олар ерекше балалар еді. Бірі сөзді таба алмай, көзін төмен салатын, бірі дыбыстан шошып, жүрегін алақанымен басатын, бірі әлемді біз көрмеген түстермен көретіндей ұзақ бір нүктеге қадалып қалатын. Адамдар оларды үнсіз, қиын, түсініксіз деді, ал мен оларды сынған қанатты періштелерге ұқсаттым. Ұша алмайды емес, ұшуды ұмытқандай еді. Мен сол ауылға бір күні мұғалім болып келдім. Жүрегімде мың арман, қолымда бор, ал көз алдымда үнсіз жылап тұрған тағдырлар. Алғашқы күн сынып тым-тыныш еді. Бұл тыныштық бейбіт емес, айқайын ішіне жұтып алған жүректің тыныштығы болатын. Сонда бір бала көзіме тік қарады. Оның жанары күзгі жаңбырдай тамбайды, бірақ ауыр, жыламайды, бірақ мұңлы. Сол сәтте жүрегімде бір нәрсе сынып кетті. Мен түсіндім, олар білімге емес, алдымен сенімге мұқтаж. Мен оларды әріппен емес, жылумен оқыттым, сөзбен емес, жаныммен түсіндірдім. Сабақта үнсіздік болса, қорықпадым. Өйткені кейде үнсіздік жүректің сөйлегені. Бір бала алғаш рет апай деді. Ол сөз мен үшін алтын медаль емес, жүрекке тағылған орден болды. Бір қыз алғаш рет күлімсіреді. Оның күлкісі қыс ортасында гүл ашқандай еді. Уақыт өтті. Олар баяу, өте баяу өзгерді. Жаңбыр бірден өзенге айналмайтыны секілді, ерекше балалар да бірден ашылмайды. Бірақ әрбір кішкентай қадам үлкен жеңіс еді. Бір күні мен айнаға қарадым. Онда бұрынғы мен емес, мыңдаған баланың үмітін арқалаған жан тұрды. Сол кезде сұраққа жауап таптым. Мен неге ерекше балаларды оқытуды таңдадым? Өйткені олардың көзіндегі мұңды көре тұрып, жолын көрсетпей кету жүрекке опасыздық жасау еді. Өйткені әлемге ең нәзік жандар, ең мықты жүректермен келеді. Ертегі осымен бітпейді, өйткені әр ерекше бала жалғасын тауып жатқан ертегі. Ал сол ертегінің бір бетінде мен бармын.